Баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздермен бүгін талшын. Бүгін сіздермен қаймақты табада қайнатып, қытырлап конфет жасайтын боламыз. Өте дәмді. Осылай сүт чаймен ішсеңіздер, базардан конфет сатып алмайтын боласыздар. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Жасап көруге кеңес беремін. Алдымен осылай құрғақ кастрюлемізді отқа қойып, үстінен шекерімізді саламыз және 20% қаймағымызды қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Осылай қасынан кетпей араластыру керек, өйткені асты жабысып, күйіп кетуі мүмкін. Осылай 20-25 минут көлемінде араластырып тұратын боласыздар. Осындай түске енген кезде үстінен сары май саламыз, 70 грамм. Асты жабысып қалмас үшін, әрі дәм беру үшін, және дайын болған карамельді түске енген конфетімізді салқын суға салып көретін боламыз. Осылай бірден қатып қалса, біздің конфетіміз дайын деген сөз. Енді астын майлап дайындап алған ыдысымызға дайын болған конфетімізді құйып алатын боламыз. Егер конфеттеріміз бірден дайын болса, осылай бірден қата бастайтын болады. Міне ыдысқа құйып алдық. Енді үстінен мак, күнжіт, арахис салып дайындай берсеңіздер болады. Мүлдем қоспай жіберуге де болады. Мен осылай дайындап алдым. Енді суыған соң кесу керек. Негізі бірден қатып қалады. Суығаннан кейін осылай қолдың көмегімен бөлесіздер, немесе пышақпен де бөліп осылай жіберсеңіздер болады. Өте дәмді, өте керемет болып шығатын болады. Енді осы аралықта конфет дайын болғанша мен шай қойып қойған болатынмын. Енді осылай сүт чаймен дайын болған конфетімізді ішетін боламыз. Өте дәмді, өте керемет болады. Сіздер де отбасыларыңызбен жасап осылай шаймен ішіңіздер, өте дәмді болады. Түскі шай, кешкі шаймен осылай керемет болады. Бұл рецептпен жасап көрсеңіздер, базардан конфет сатып алмайсыздар деген сенімдемін. Қазақтар шайсыз жүре алмайды ғой. Сол шайға өте керемет тәтті деп ойлаймын. Және менің каналыма рецепт ұнаса тіркеліп қойыңыздар, лайк басып, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.